Тұрайы. Ойбай! Ойбай! Керім аққаным-ай! Ойбай белім-ай! Ойбай! Әлгі бұлық еткен суап ба? Құдай ұрған желді жоқ бапкерінің тәлкі айтын тұңдайды. Ойбай, маған ылғи тау көздіріп, албасты барлатып қойғанын қарашы. Ойбай. Егер албасты көріне кетсе, тығыларға да жер таппаспын. Тағы тау көзбек екен. Ойбай. Пүл! Ойбу, әлі. Шәке, бажың не қыбал оралмады? Үлкен ағай оны алда қашан іздеп кетті. Шәке, бұл тау өте қауіпті. Пірім, алаң болмаңыз. Кіші ағай тауды кезіп ұзамай қайтып келеді. Берге отырыңызшы. Албасты көрмейді ғой. Мені шоқылаған не? Тоқылдауық екен ғой. Желтияқ бапкерінің қорлығы да жетіп еді. Сен де мен қалжа қылдың ба? Сен қалайда менің мұрнымда шірік ағаш екен деп құрттап жемек шығарсың, мұрнымды бір көп алайыншы. Саңғырып қой. Қандай дерт деген құс? Ай, дерт деген нем ай? Ай, кетейінші. Қайтып кетейін. Болмайды екен. Желтияқ бапкері сұраса. Не деймін? Ой, менің пірім бұл қайсы тау десе. Мен не деймін? Пірім бұл қайсы тау деп сұраса. Мен тасты тау деуім керек. Қайсын күр деп сұраса. Тастың күр деуім керек. Бүгін бірер адам тауып жемесек болмады. Қалайда табай! Жігіттер! Жүріңдер! Таушалайын! Тоқтаңдар! Аяулады! Бүгін тауды мұқият шарлап, осы арадан таңсын деген өтер болса, маған ұстап әкелді. Ой, адам жейміз десек, қайдан болсын бірнеше өкім құрмаймыз ба? Әдейлеп отырып, таңсын деген ұстаудың қажеті қанша? Ой, аяуланам ай. Менің аспан әлемінде алда қашан естіп білгенім бар. Таңсың бұл дүниеге безілде қоңыздан өзгеріп келген. Оның етін жеген адам кәртемей ұзақ жасайды. Рас па? Ендеше біз қондырғы жасап, садақтатып қайтеміз. Таң
таңсыңды ғана ұстап әкеп, бөліп жарып жесек болды ғой. Жарайды, мен ұстап әкелейін. Аяулыным, Батысқа. Сен таңсыңды көрген жоқсың. Алда жолда қатыстасың ба кесіп? Берген. Жарайды, жігіттер, тұра тұрыңдар. Аяулыным, олардың түрсиқы менің есімде. Мен олардың бәрінің суреті сызып қойған. Сен ала жүр. Осы ішіндегілерді көре қалсаң салғастыр танырсың. Пірім, еш қатерлігі жоқ. Рас айтам. Пірім, ола не келді? Баже, Пірім, бұл қайсы тау? тасты тау ғой. Қайсы үңгір? Тасты үңгір. Үңгірдің несі қандай екен? Шегемен шегеленген Үңгір тербесі ішінде қанша сауна бар екен? Үңгірде... Үңгірде 3 қабат есік бар десеңші, әр есікте қанша шегі бар екен десе, жаңғалағы жүккен есіне сақтай алмады. Дұрыс па? Маймыл ағай, сіз тау шарлаған жоқсыз. Жүкеңнің көкейінде мұндай жауаптар барын қайдан білесіз? Сен қайдан тау шарлайсың? Желкеңнен тартып ұйқыны соққаның анық. Егер әлгі құс шоқылап оятпаса, әзірге дейін қайтпас едім. Құс боп құбылып жүрген сіз бе едіңіз? Пірім қарауыңыз. Пірім қарауыңыз. Баже, Сүкең сені өтірік айтады дейді. Әсіл сенбеген едім. Расында мұндай екеніңді кім білген? Қылығың үшін соқса да жөн секілді. Жақсы айтты! Пірім. Сүке, кейінгі бейнесіне қарап соқсаң да кеш қалмассың. Жарайды, пірім ұрма деген соң жазым кешікті. Тауды қайта жалғайсың. Егер және бойы күйелікке басып ұйқын соқса... Өйтпеймін. Тез жүзін! Мақұл. Тез! Маймыл ағай, енді ешкімді алдамайын десем, және шыбықпен осын жібердіңіз ғой. Ой. Қарға? Қарғай! Сен және құбылып жүрген ағай шығарсың. Дұрыс таптың ба? Жүкең әзір ұйықтай қойған жоқ. Ал бастысы қайда жүр? Әй маймыл ағай, сіз тағы албаст болып тұра қап, чошытпақсыз ғой. Мен жолаушымын. Алдияр, анау жолаушымын дейді ғой. Бұл сеніз мына суреттің ішінде бар. Қараңызшы. Мынау таңсың. Мынау маймыл бетісі суқың. Мынау итаяқ ауыз тебінгі құлақсы жубажы. Сен жубажысың бе? Емеспін. Шайқы, аузыңды сөз бер. Соқтық болған, соз алмаймын. Жігіттер, үгекте бір мен аузында деп аптартыңдар. Көр құмарларынан шықшы, ал ендеше. Ола, келеш. Ола қары. Сүке. Бажең тау кезіп кеткелі талай уақыт болды. Неғып қайтпайды? Пірім, оның ойын білмейді екенсіз ғой. Немене? Оның қандай ойы бар?
егер албасты кезіксе, ол қалай да маған келіп айтады. Албасты болмайын, жолыдан қарап жатса, көсілтіп кете береді. Пірім, біз аттанайық, жүріңіздер. Оны қуып жетейік, а? Босатыңдар мені! Ет табылды. Ет алдық. Аға! Аға! О не? Қараңызшы, мен бір ұстап алдым. Өте жақсы, қоп келді. Мақұл, жігіттер, әлгіні тек көтеріп алып келіңдер. Босатыңдар мені! Босатыңдар! Босат мені! Ой, ерішегім-ау, аға тұтапсың. Бұл жайқыны жеп қажет не? Қажеті жоқ па? Қажетім болмаса, қоя берсеңдерші. Жібермейміз. Аға, аздан соң мұны жүндеп, тұздап қойып жей. Одан да бұлға пысырып, немесе асып жегендерің жанға жайдырақ қой. Жігіттер, оны әкетіңдер. Ойбай, сорым қайдады-ау. Адам жегіш албасын жадыгөйлер-ай. Аға, әлгі таңсының тобындағы жубаже осы ғой. Ой, мен білем, бірақ жуба енің етін жеудің қажеті жоқ. Сөзсіз таңсының етін жесек, сонда ғана ұзақ жасаймыз. Жубаже ұсталған екен, таңсың да алыс емес. Пірім, қараңызшы. Абайда қайсыз. Ой, көрдің мәне? Таңсың келе жатыр. Анау таудың тағанында. Көрдің бе? Анау ақ бозат мінген сол. Шәке, мен неғып қалтырай берем? Пірім, сізге суық тиген шығар. Суық тиді ме? Бекерсіз, бәлкім ең таудан өткендіктен үрейленіп келерсіз. Пірім, сізге жолды өзім ашайыншы, қарай. Жүріңдер! Десек! Еріңдер! Пірім, қараңызшы! Суңкың бар екен. Дегенде аяқтаңқы бекер тарқалмаған неме? Таңсыңның еті бұйырмайтын болды. Кенжазия, таңсың етіп бізге неге бұйырмайды? Көрмейсің бе оның анау күрзісін? Біздің өңгірден кім төтеп бермек? Алдияр, егер таңсының етін жей алмайтын болсақ, адамгершілік қылып жубажені тапсырып бергеніміз абзал ғой. Өй, таңсыңды бәрібір жейміз. Бірақ оған зорлану қажетсіз. Әуелі өңгірге қайтыңдар. Амалын өзім табам. Пірім-ау, құтқара көріңіз. Құтқарыңдар, ойбай. Құтқара көріңіздер. Құтқарыңдар. Пірім-ау. Құтқарыңдар. Шәке, құтқар деп айғайлаған кім бұл? Қайдан білейін? Пірім-ау. Пірім, алдыңғы жақтан шығады. Құтқара көріңіздер. Құтқара көріңіз. Құтқара көріңіз. Құтқара көріңіздер. Ойбай. Ұстаз пірім. Пірім, Құтқара болмайды. көріңіз. Мен тау етегіндегі
тау жау бұтқанасының бір шайқысы едім. Бүгін таудан отын алып жүріп жығылып, аяғымды мертіктіріп алдым. Ойбай, құтқара көріңіз, құтқара көріңіз. Деген ай. Болмайды. Ей, Шәке. Шәке, жасыл қойған адам аяғына мертігіп жатса, аясаңшы. Біз Буддаға, ол дау жауға сеніп, киім тәжіміз парықталғанымен шариғат жолына деген ниетіміз ұқсас қой. Пірім бұл. Пірім-ау бұл. Шайхы Кәрия, атыма мініңіз, бұтқанаңызға жеткізіп салайық. Пірімнің шүлен шапқатына рахмет. Бірақ мертік аяқпен атқа міне алар емеспін. Онда... Шәке? Пірім. Шәке, жүкті атқа артта, сен оны бірдем арқалап жүрші. Пірім бұл. Шәке? Мақұл. Башы. Пірім, мен арқалайын. Үлкен ағай. Молдеке, сізді мен арқалайын. Үлкен ағай, мен арқалайын. Ей, бұлай тұршы. Қартын болдым. Міне, мен арқалайтын болдым. Әбігерге салдым ау. Көп рахмет, көп рахмет. Жүріңдер. Жүрейік. Hey! Жерейсің ардақтының. Өзіңіз көріңізші. Енді қалайда таңсың етін жейтін болдық. Ардақтының ау, әлі де жей алмайды. Неге? Таңсың міне ғой. Иә, таңсың сол. Бірақ... Әзірге дейін соңғы ұсталған жоқ. Ол маймылдың өнері керемет. Ұстаз бірін жесең, ол қайтып кетсе қояды. Аға, сіз оны тым құдіреттендіріп жібердіңіз. Ол маймыл маған жолда қастық сайлаған еді. Мен оны тау көшіру сиқырымен бастып тастадым. Қазір ол қыл етуге шарасыз қалды. Жігіттер, арақ қурмаш әзірлеп, кен жанұяларының еңбек құттықтайын. Тоқтай тұрыңдар, жігіттер! Әуел таңсыңды апарып, жуып шайып жәркемдеп, аздан соң буға пісіріп жейік. Ой, жоғалыңдар. Аулақ. Өңкей астасқан албастылар. Пірімнің қара тырнағына тискендеріңді үлкен ағай келсе, әсті оңдырмайды. Шасопының қиынын қарай көр, тіпті дәті жетіп, артық сөйлейді. Інім, ол маймыл Бесбірлік тауында 500 жыл бастырылып жатқанда да өлмеген. Байсалды болайық. Жарайды. Ендеше маймылды ұстаған соң жегеніміз жөн екен. Жігіттер, аналарды айдап әкетіңдер. Тұра тұрыңдар.
мен шөгел қайып шайтанға біздің асылда далдырайын. Маймылды соған салып, шығармай ұстап әкелсек бап болмай ма? Дұрыс. Бірақ сенің қызыл алтын қапағыңды істетеміз бе, әлде менің қастасы құмыраңды істетеміз бе? Ол маймылдың өнерегей болса, бәлкім бір ғана асыл істеткенмен ұстай алмаспыз. Сондықтан екі асылды түгел іске қосайық. Иә. Пақырыңыздан әлем әулиесіне ибалы сәлем. Сен тау әулиесі мұхуңнен қорқпай қалайша тауыңды албастыға беріп мені жартаспен бастыртасың? Үйтуге дәтім барсын ба, пақырыңыз үйтпейді. Бірақ ол албасының өнері қиын екен. Бір қарғысламасына оқиды да күн сайын біздей тау әулиесі жер әмбиелерінің үңгіріне жибап, қау көшіруге мүлде зорлап көндіреді. Бұл қайсы албасты? Тау әулиесін жер әмбиесін дәті жетіп... Тау әулиесі, қараш, анау жарық жүрк еткен асыл бейімдеміне? Әулиеке, ол албасының асыл емес пе? Ол осы асыл емес сізді бойсындырмақ. Солай ма? Жарайды, ондай болса сен қайта бер. Ол албастыға амалын тауып, өзін татайын. Ендеше пақырыңыз шығып кетсін. Шығып кетейін. Саған да жетті. Өзің ғой алдың соғылған. Қайда, мен ба? Ойбай, мұны көмей. Жүр, барып тұрастырайықшы. Жүр. Сен кімсің? Сен кімсің? Не қылып жүрсің, а? Не қылып жүрсің? Мен пақырыңыз, сіз әз шайқының аяғыңызға бас ұра, тағзым етіп сәлем берем. Тағзым етіп сәлем берем? Сен қайда келдің? Мен Пер тауынан келдім. Пер тауынан? Пер тауы әулиелі шығатын жер ғой. Мен де әулиемін. Әулиемін бе? Бүгін мен бұл араға әулиелікке өткізетін діндар жақсы адам іздеп келдім. Көрмеймді ғой. Біз жақсы адамбыз. Біз жақсы адамбыз. Әулиеке, бізді өткізіңізші. Біз нағыз жақсы адамбыз. Сендер қайдан келіп едіңдер? Қайда барасыңдар? Біз ләләбінің үңгірінен келдік. Соң күнді ұстауға бара жатырмыз. Таңсыңды қорғап батыстан ном кітабын әкелуге бара жатқан соң күн бе? Дұрыс дәмел өзі. Мен де сендермен бірге барып ұстасайын. Жоқ, керегіңіз жоқ. Екі дәуіміз бізге асылды алып келіңдер. Соң күнді сойнымен ұстайық деген. Ол қандай асыл? Қызыл алтын қапақпен еңлік түсті қастас құмыра. Маған көрсетіңдерші. Міне. Мұндай кішкене құмыра мен қапаққа қайтып адамды салады. Әулиеке, білмейсіз ғой. Бұл асылдың түгін көкке, аузын жерге қаратып тұрып, біреудің атын атасақ, ол аты жөнін айтумен-ақ өздігінен асылға кіріп кетеді. Сосын бірер сағатта еріп, іріңді суға айланады. Жақсы асыл, керемет бүйім екен. Әкеліңіз, Жа, сендерге мен де өз асылымды көрсетейін. Қайтып кел.
Сіздің мұныңыз қандай асыл? Біз көз алдыда қайшан тұрса танасын оғанбыз ғой. Әулиеке, сіздің қапағыңызда әулие шаңырағының асылы ғой деймін. Солай ма? Сенікі немере қапақ, мені қапақтың әке бабасы. Әке бабасы? Әулиеке, әулиеке. Қапағыңыз үлкен болғанымен түкке жарамайды. Ал менің қапағыма титтей болғанымен мыңдай адам сылып кетеді. Адам салғанның несі таңсық? Менің қапағыма бүкіл аспанды салып жоқ қылуға болады. Сенбейміз. Егер аспан расында сыйса, салып көрсетіңізші. Сенбесеңдер, пақыр шайқыларын қапақ аспан салуды сендерге бір көрсетем. Үшінші тағырзада! Тағырзада! Әулиеке, Тағырзада! Сізге бір жұмыспен жалбарына келдім. әулием, нендей бұйымтайыңыз бар еді? Мен бір қарғысынаман оқи бастағанымда сіз аспанды қараңғылай қойыңызшы. Болады. Көп рахмет. Самсаған қылыш жарқылдап, сермелсін сақ-сұқ шартылдап, жеткеуге құлақ түрмесең, мен аспан ордасына кірген соң, күнелтесіңдер қалтырап, айтылса әмір жарлығым, тыңдағайсың барлығың. Қапаққа аспан салғаныңызды анық көрдім. Енді тезірек аспанмен жайла жібергейсіз. Тезірек. Өй, аспан және жарқы деп алды ғой. Нағыз керемет шексіз бұйым екен. Әулиеке, нағыз керемет екен. Ойын салыңыз. Шөгел қайып шайтанмен қағылез құрт. Неғып кеш? Абылжымаңыз, шырғалан шықпайды. Шел. Әулиеке, тұра тұрыңызшы. Сіздің кереметіңіз шексіз екеніне сендік. Әулиеке, әлгі суыңқуның қайда екенін бізге айта аласыз ба? Көрсеңдер бер келіңдер, Сұңгезбе анау жерде. Сұңгезбе. Бер кел. Ей, қағылез құрт. Бер кел. Ол суыңқуды қапағына салып алды. Біз қайтеміз? Ей, оның асылын аспанды салсаң да, суыңқуды салсаң да сыйып кетеді екен. Біз оған айырбастамаймыз ба? Жүр. Әулием. Сіз суыңқуды қапағыңызға салып алдыңыз. Біз қайтып барғанда не дейміз? Біздің қапағымызды сіздікіне айырбастаса қалай? Сәйтелік. Сендердің адам ғана сиятын қапақтарыңды менің аспан сиятын қапағым айырбастамақпыз ба? Шөгел десе шөгел ағайын. Өй, бергеш. Меніңше біздің екі асылымызды оның бір асылын айырбастасақ қалай? Дұрыс. Айырбастайық. Әулиеке, меніңше біздің екі асылымызды сіздің бір асылыңызға айырбастасақ қалай? Жарайды. Мен ағзиян тартайын. Өте жақсы. Мақұл, жарайды. Рахмет. Аспан салса сиятын асылымды екеуінің адам ғана сиятын асылдарыңа берер болдым. Әулиеке. Жарайды, мә. Алдияр, жақсы асыл мінеп көріңізші.
Қайда еріп бітті-ау деймін. Алдияр көріңізші. Алдияр, көріңіз. Алдияр көріңіз. Жарайды, ашып қалыңыз. Ие. Суықың баяғы деп бітті. Қоңсыңның етін жейтін болды. Жігіттер! Сен екеуің кішкентай асылды беріп, осынша үлкен асылды әкелдіңдер. Нағыз шайтан екенсіңдер. Келіңдер. Рахмет, Алдияр. Аға, асылымызға аспан сиятып тұрса, неге сынап көрмейміз, ә? Сөйтейік. Мен сынақтан өткізейін. Жоқ, мен сынайын. Сен сына. Тыныш. Аспанға аңғылады. Жігіттер, алау жағып алыңдар. Неғып сасыз бол? Әулие дегені сөзсіз сиқырланып жүрген суық екен. Біздің нағыз асылымызды жалған асыл айырбастап әкет. Алдияр, ашуыңызды басыңызшы. Әулие маған және бірнеше ауыз қарғысынан оқисың демеді. Оқы ендеше. Жарайды. Ләндеп жауап бермесең, аспан ордасына кірген соң, самсаған қылыш жарқылда. Сәтсіз, жарамсыз, дау жоқ жалған бұйым. Ұста деймін. Маймылдың түгі? Маймыл түгі екен. Хан әлі маймыл алдап соқты. Сен екі көк соққырдың құлағы. Айтыңдар. Жанымды егір, анау ақыл айтқан еді, осаны айырбастайық деген. Түкке жарамаған өлім тікке. Інім-ау, он маймыл асылды алған екен, тиісуі даусыз. Лажын тауып төтеп беруіміз керек. Аға, біздің және алтын сағымда арқанымыз бар ғой. Алтын сағымда арқан әлі өкіл анамыздың қолында емес пе? Мен дереу айдағар өлген үңгіріне барып, өкіл анамыздан асылын алып, бір келіп қайтып өтінейін. Алдияр, біз барайық. Бұл жолы өкіл әжеміз сөзсіз тізгіншімен алып келеміз. Мақұл. Екеуіңде болыңдар. Тоқтаңдар, бұл жолы зерделірек болып, әкелеріңді тізгін ішімен ап келіңдер. Енді қатты жіберсеңдер, оңдырмаймын, барыңдар. Жүр, тез. Ақындырақ. Асықпасаңшы. Құбыл. Байып тұрағы жүріңдер.
сау жүрсеңдерші. Өкіл ұлдарым алтын мүйізбен күміс мүйізге мені жеткізген соң, сендерге таңсының ниетінен ауыз тигізермін. Мол ауыз тигізермін. Рахмет, көп рахмет. Үй, неге тоқтадыңдар? Не боп қалды? Çarşaf bittim. Бәсе, түлкі жәдігөйдің өзі екен. О? Әй? Үй? О? 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 Anamızda iman selim. Balalar, ibadat toxtalımlar. İbadat toxtala koyunlar. Rahmet Ökülana. Uldarım-ау, meni nejimiz şakırttыңдар. Ökül ana, biz Шығыстан келген таңсың ұстап алған едік. Жеке еуге дәтіңіз бармай Ökül анамызды да бірге жесін, өмір жасын ұзатсын дедік. Иә, Ökülana, сізді бір жағынан таңсыңның етін жесуге, және бір жақтан суынқыңды ұстасуға көмегін тигізсе деп шақырған. Иә. Balalarım süngezben menin altın sapımda arkamda olmayın. Hadi tamsındı köreymiş. Ökülana, таңсың дегені мынау. Tamsın olsun ha? Seni eti uğuzday tersim yapmaydı ekin. Ökül ana, mынау жас опы ғой. Әлі де арынды екен. Ökülana, Ақырын жүріңіз. Ал мынау жуба жеші Сесіне қатқыр әзезін қақпас. Үлкен ағайын білсе, сендерді сөз сондырмайды. Ой? Шағаяу, неге күлдіңіз? Әзезін қақпас келген екен десем, жетіп үлгірген желтек болып керек екен. Сіз қайдан біле қойдыңыз? Ökülana, байқап жүрейін. Отырыңыз. Таңсыңды жеу асықпалық. Естуімше ауырып тұр деген Любайженің құлағы өте дәмді болмақ. Бірін кесіп қуырып арағыма бастығып беріңдерші. Жігіттер! Жұбаженің құлағын кесіп әкеліңдер! Ертігір маймыл, үңгірге менің құлағымды кестіріп жеген, келген еткесін ғой. Ұлдарым-ау, аналарыңға тез тағып естіңдер. Oğlum, anan demin tatqızdı mı? Qalay?
алмайсың. Аға, Қараш. асылымыз түгел қайта қолға келді. Мен сұмды маймылды да ұстап әкелдім. Рас па? Рас, жігіттер, әкеліңдер. Рас сол ғой, сол екен. Алтын сағымды арқанмен таңып тастасаңдар қаша алмайды. Жүр, шарап ішеміз. Дүңдер. Ал, қане, кел. Шерік. Ішеміз. Қане. Аға, бұл жол енді алаңсыз болдық. Иә, алаңсыз ше. Қане, шер. Бачи, Маймыл аға, енді құлағымды жемайтын болдың ау дейм, Нақұрыс, сүкеңнің сиқырланып құбылып жүргені сендердің қамың. Сен неге құпия сырды ылғи шашып жүресің? Міне, сендерді құтқарғалы келдім. Әй, жетер, жоқтан бері өз басыңды қорғауында қиын боп қалды. Тағы бізді құтқармақпысың, күжмесейші. Түркілеме. Ішіңіз. Аздан соң таңсының етінде жейміз. Шәке, бір түгімді тез жолшы. Иә. Тез, еге. Şaka, kütedir. Алдияр, çatak çıktı. Sütözlerle bir bayını sayısına güle жатыр. Atıp cüşünsündeydi. Hop. Ardақтыным ау, әзір ғана сүңгезбен ұстап едік. Енді тағы жышыңсың дегені шықты ғой. Тырыс етмеңіз. Асылдың бәрі біздің қолда ғой. Мен ақ барып ұстап әкелейін. Сөйт, өзің ұстап әкел. Тез. Жадыгөй маймыл сүңгезбе. Қашып шыққан екенсің ғой. Сүңгезбе менің ағам. Менің атым Жышыңсың. Сендерден ағамдауға келдім. Сенімен жағаласып қайтем. Тек мен атыңды атағанда жауап қатсаң болған. Ағаңды қоя берейін. Атымды сен мың мәрте шақырсаң, мен түмен мәрте жауапқа туға жүрмін. Жышыңсың! 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 Нағыз атамындан! Аға! Сүңгезбенің інісі Жышыңсыңды асылға сабап кел. Сөйттің бе? Иә. Қашып кетпесін. Аузын ашпай тұра тұрыңыз. Дыбысын естіген соң ашайық. Ой, тұрмай аяғым еріп кетті ау. Аяқтарды еріп кетіпті. Бәсе. Benim de yerim kurudu. Белінеден еріпті, ол бітті. Tez aç көрейінші. Анықтың қораш. Жышыңсың бұл жол расында ринге айналды. Ардақтыным, таңсыңдарды түгеліне сен ұстадым. Еңбегін егей. Әкел шарап, әкел. Ағаңа өлі өзге бір тостаған сүсін. Рахмет аға. Тағы бірі. Кел шер. Nağız asıl ekens on demeysin.
үшіншісінден келген аша ұрып тұр. Ойпырау бұл маймылдың ұясын бұздық па? Немене? Енім-ау, алтын сағымды арқа мен сүңгезбені байладым. Қызыл алтын қапаққа жашин сүнді салдым. Енді және шен жүсіні келіп қой. Неден қорқасыз ағай? Менің қызыл алтын қапағыма қанша маймыл болса да сияды. Мен және барып ұстап әкелейін. Жарайды. Мен атымды шақырсам, жауап беруге де атың жете ме? Сенің атыңды мен шақырсам, жауап беруге сенің де атың жете ме? Сіңдісін, сен қапақты қайдан алдың? Ана қапақты өзің қайдан алдың? Бұл қапақты Әлмисақ кезінде қартқан зат Күйілінің тауындағы киелі сулама сабақтан үзіп алған. Екеуміздікі де ұқсас екен ғой. Мен де қапағымды сонан үзіп алғам. Мен сенбеймін. Сенбейсің бе? Сол жақта сулама сабаққа екі ақтал қапақ түсіпті. Сенікі аналығы, менікі аталығы екен. Аналық аталың қоя тұршы. Тек атыңды шақырсам, жауап қатуға дәтің жете ме? Ал шақыршы. Сеңдісін? Әке бабаң бар ғой. Сеңдісін? Әке бабаң бар. Сеңдісін? Жоқтан бері жағдай өзгерді ғой. Сенің қапағың менің айғыр қапағымды көріп құтыраңдауды қорқып тұр. Сеңдісін? Әке бабаң бар, әке бабаң бар, бар. Күміс мүйізді дәу. Олым, бүгін жаңа сынақты байқадың ау деймін, ә? Ардақтыным ай. Албастай! Жылап сықтамай, тез бізді босатып, құрмашыңмен арағыңды әзірле. Пірім сенің ініңе дұға тәпсір оқып, жақсылап әзір еткізіп қойсын. Туба женің есіруін қара. Сасы аузыңды жауап, маған күлер шамен қойсын. Жігіттер, мұнан алдымен босат бұға пісіріңдер. Жеп бір тояйық. Алдияр, Чубажа буға пыспайды. Әулие жар болсын, менің терім қалың, бұлағанға бой бермеспін. Алдияр, оның терісін сыпырып алып бұласақ тез пысады. Жоқ, терімді сыпырмай-ақ оңай пысам, ыстық су өзі ақсылдып кетеді. Алдияр, шыңжысының күрсізінде тілдеп тұр. Ол қорлайтындай біздің үңгірдегілер қырылып қаппа. Жігіттер, мынау аспақта тұра тұрсын. Мен шыңжысынды ұстап әкелген соң бірге пысырайық. Жүріңдер. Мағыл, жүр. Көбірек лақтыра. Altı mezdi de. Altı mezdi de. Baba pırım, canımlı kıyakı. Baba pırım, canımdı kıya görünüz. Bana koy, kim sendерді жерге қашыпсың, осынша пәле шығарсың деп. Інім қайда? Кәне, оны да қапақтың ішінде. Baba pırım, bizді құтқара көріңіз. Олар менің анау жазатқыш дәрі салатын қапағым мен алтын қортатын тасымды ұрлап ап, жерге түсіп кетіпті. Әулием, асыл бұйымдарымды өзіме қайтарыңыз. Қария, ордаңыздағылардың жерге түсіп албасты болып өзіңіздің бейбастақ жібергендігіңізден қылмыс сізге тән. Жаман шалдарын мықтап тәрбиелей алмады, күнәлімін. Қателігіңізді көз алда мойындадыңыз, сондықтан қайтарып берейін. Әкетіңіз. Ой, мынау. Мынау менің өзімдікі. Бұл жаман
туған шалыңның алтын өрін белбеуі. Мұны да олар жерге ұрлап әкетіп. Рахмет, баба пірім. Піріңізді құтқарып алуға тез жөнеліңіз.